Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермен? Асхана әлеміне қош келдіңіз. Бүгінгі видеомда мен сіздерге қамыры үлпілдеген, жұп-жұмсақ болып пісетін бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Қазақтың бауырсағына ештеңе жетпейді ғой шіркін. Жесең жей бересің, жегің келе береді. Оның рецептісі де көп. Менің рецептімнің бір ерекшелігі бар. Оны осы видео барысында білетін боласыз. Міне әдеттегідей дайындап алдым керек заттарды. Ұн, жылы сүт, жылы су, тұз, қант. Бір 3-4 қасық өсімдік майы, мен 3 қасық алдым, және алма уксусы. Құрғақ ашытқымыз 2 шай қасық, ол 5 грамм. Ортамызды ашып аламыз. Мен видеода жақсы шықсын деп осы салфетканы астына төсеп қоямын. Алдымен сүт пен суымызды құямыз ыдысқа. Содан кейін қант салып, араластырып аламыз. Қант еру керек. Қант ериді-ау деген кезде дайын тұрған ашытқымызды салып жібереміз. Ашытқымызды да жақсылап араластырып қоямыз. Содан кейін 4-5 минут күте тұрамыз. Міне 4-5 минуттан кейін осылай ашытқымыз көтерілді. Енді тұзды саламыз. Өсімдік майын құямыз. Осы жерде тағы да бір араластырып жібереміз. Және бауырсағымызға ерекше дәм беретін, қамырымызды ерекше үлпілдек ететін алма уксусын қосамыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Енді бөліктерге бөліп, ұнды салып қамырымызды илеп бастаймыз. Алдымен осы инструменттің көмегімен илеп бастадым. Оның екінші бөлігін салдым. Ендігі жерде қалған ұнды түгел саламын да, ары қарай қолыммен илеп жалғастырамын. Ұнды бұлай бөліп салу, ол илеген қамырымыз қаттылау болып қалмасын деп. Себебі ұнды бірден салатын болсақ, онда біздің илеген қамырымыз тығыздау болып қалады. Ұн бірден өзіне барлық суды тартып алады. Міне жақсы иленсін деп, столдың бетіне аз ғана ұн себеледім да, осылай илеп бастадым столдың бетінде. Қамырдың иін қандырғанша илейміз. Қамырдың иі қанған кезде қамырымыз бір текті болып, жұмсақ, беті жылтыр болып, сондай бір сүйкімді көрінеді. Міне 7-8 минут илегеннен кейін қамырымыз осындай әдемі болады. Ыдысының түбінде майлап жібереміз, қатты жабысып қалмасын деп. Сөйтіп жаңағы дайын болған иленген қамырымызды ыдысына салып, бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Бір сағаттан кейін қамырымыз осылай көтерілді. Енді бетіндегі пленкасын алып, қамырды столдың бетіне түсіреміз. Ыдыстың түбіне май жаққандықтан және қолымызға шамалы майлап алғандықтан, бұл қамырымыз ешқандай жабыспайды. Ыдысқа да жабыспаған, өздеріңіз көріп отырғандай. Үшеседей үлкейген қамырымыз. Енді жақсылап бір илеп жібереміз қамырымызды. Содан кейін 2 бөлікке бөлеміз. Бөліп алғаннан кейін әр бөлікті жақсылап илеп, доп-домалақ етіп дайындап аламыз. Біріншісі дайын болды, енді екіншісінде тура осылай дөңгелетіп, доп-домалақ етіп илеп қоямыз. Содан кейін бетін орамалмен жауып, тағы да бір 10-15 минут күтеміз.
Міне мен 15 минут күттім. 15 минуттан кейін бір қамырымызды бөлек алып бетін жауып қоя тұрамыз, ал екіншісін алып осылай жайып бастаймыз. Ашыған қамырмен жұмыс істегенде асықпаймыз, себебі ол біздің істеген осындай процестердің бәріне бірден көне бермейді. Сондықтан бұл процестің бәрін асықпай жасау керек. Әрбір процестің арасында демалдырып, осындай 10 минут, 15 минут демалуға мүмкіндік беру керек қамырға. 15 минут тыныққан қамырды осылай жайғанда ол оңай жайылып, икемге оңай келетін болады. Міне жұқалығы жарты сантиметрдей болатын етіп жайып алдық. Осындай арнайы оятын құралмен мен ойып алдым. Енді сіздер қолдарыңызда не бар? Стакан бола ма, бокал бола ма, шай ішетін осындай ойып алсаңыздар болады. Ойылған бауырсақтарды осылай тақтайдың бетіне тізіп қойдым, ал қалған қамырын қайтадан біріктіріп, иілеп, дөңгелек етіп, бетін жауып былай қоя тұрдым. Екінші қамырды да тура солай жайып, қалыңдығын жарты сантиметрдей етіп аламыз. Содан кейін оятын арнайы құралмен ойып дайындап аламын. Қамырымыздың сапасы керемет болды. Жақсы иілесең де икемге келіп, қамыр тұрған сайын сондай жұмсарып, әдем болып жатыр. Столдың бетіне жабыспайды, қолға жабыспайды, оқтауға жабыспайды, сондай бір керемет. Міне, бұл қамырымызды да осылай ойып аламыз. Әр дөңгелек қамырдан 12-12 данадан шықты менде, және қалған бөлігін, ойылғаннан қалған бөлігін жинап қайта жайғанда 11 дана шықты. Жалпы саны сонда 35 дана домалақ бауырсақ болды менде. Бұл бауырсақтарды да бөлек тақтайдың бетіне тізіп, бетін жауып қоя тұрамын. Бауырсақтарды пісірер алдында міндетті түрде бетін жауып орамалмен бір 10 минуттай көтертіп аламыз. Қамыры жақсы көтерілген бауырсақ та жақсы болып піседі. Пілдек, жұмсақ және ауадай жеп-жеңіл болып піседі. Артылған қамырын әдеттегідей осылай илеп басын біріктіріп, бетін жауып қоя тұрамын. Енді табамызды отқа қойып, 600-700 мл өсімдік майын құйдым. Бауырсақ түсіретін ыдысымның астына салфетка төсеп қойдым, және бірінші партиясын осылай пісіріп алдым. Бауырсақты пісіріп бастамас бұрын табадағы майымыз өте жақсы қызу керек. Сонда ғана осындай қып-қызыл, доп-домалақ бауырсақтар пісіп шығады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, осылай тез арада доп-домалақ қып-қызыл, үлпілдеген жып-жұмсақ, ауадай жеп-жеңіл бауырсақтар пісіп шығып жатыр. Менің видеом ұнаса, лайк басып пікір қалдырып отырыңыздар. Осы видеоны достарыңызға жіберіп қойды ұмытпаңыздар. Әрине, бауырсақты сатып жей салуға болады, бірақ өз қолыңмен пісірген осындай үлпілдек, жеп-жеңіл, ауадай жеп-жеңіл бауырсақтар керемет дәмді болады. Міне бауырсақтарымыз дайын болды. Аромат иісі ас үйді жайлап кетті. Менің рецептіммен алма уксусы қосылған осындай үлпілдек бауырсақтарды пісіріп көріңіз. Кәне дәмін көріп жіберейік біреуінің. Міне қараңыз, қандай арасы үлпілдеп тұр. Керемет дәм. Менің каналымда бұдан да басқа түрлі астың, түрлі осындай ұннан жасалатын тағамдардың рецепттері бар. Барлық рецепттер описание бөлімінде жазылған. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментарий бөлімінде жазып отырыңыз. Осы видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамын. Ал бізге ас болсын.